көкешім күлгенің балдай, аспандағы ай күнді аламын дейсің, асқар таудай айбынды боламын дейсің. Әлі ақ бөбем, сендей сәби жоқ көкем, анам әкем дейсің бе, тілің тәтті екен. Әлі ақ еркем, бой жетерсің сен ертең, мақтанышы елімнің өзің бол еркем. Бесік тойымызға, баламызды бесікке салу рәсіміне келгендеріңізге рахмет. Көп сіздерге бір кішкене сыйлығымыз бар еді. Орамал тон болмайды, жол болады дейді. Қазақтың салт дәстүрі бойынша мына бесікке салу рәсіміне үлкен әжелерімізге жол берейік, жол жүріңіз. Сізге әжесі. Құтты болсын. Екінші әжемізге бесікке салу, екінші бесікке салу рәсімі. Құтты болсын, сыйлығыңыз. Келіңіз. Келіңіз. Сізге әжесі. Қазанымызның болсын, немерелеріміз, жұртымыз аман есен болсын. Аталарымыз баталы болсын. Еліміз аталы болсын. Аталарымыз баталы болсын. Boylarımız sağlıklı olsun, analarımız sağlıklı olsun, ұлдарымыз қуатты болсын, қыздарымыз шуақты болсын. Осы өсіп келе жатқан қыздарымыз Әлі ақ бөбем, сендей сәби жоқ көкем. жылы жатады, әрі тыныш жатады, бесікте шошынбайды, баланың ұйқысы тыныш болады, асты құрғақ болады. Мына жерде міне шүмектің ішінде баланың тізесі басулы, қолы басулы, мойны басулы, маңдайшасы өте жылы жатады. Оның үстіне баланың ұйқысы тыныш болады. Баланың жасы ұзақ, дені сау, үлкен азамат болып өсуіне осы бесіктің де қосар үлесі қасиеті өте көп. Қазағымыз осы бесікті ойлап тапқан, қазағымыздың бесігі. Осылай жас нәрестелеріміз бесіктерінде тыныш заманда ұйықтап, ұйқылары тыныш болып, бақытты балалық шақ болсын. Аталарымыз баталы болсын, қойларымыз саулықты болсын, аналарымыз жаулықты болсын, ұлдарымыз қуатты болсын, қыздарымыз шуақты болсын. Өсіріп отырған балаларымыз батыр елдің ұрпағы болсын. Амин.